Қайырлы күн. Есімім Жазира Қыдырәліқызы болады. Мен Жамбыл облысы бойынша қолөнер Таразда қолөнершімін, құрақшымын. 2023-24-25 3 жыл қатарынан Аламан құрақ жобасына қатысып, керемет осындай құрақтар, осындай әдемі дүниелерді өмірге алып келдік құрақшылармен бірге. Аламан құрақтың авторы Нұргүл Абайхан, Алматы қаласының тумасы. 3 жыл болды Жамбыл облысы бойынша құрақшылардың көшбасшысымын. Биыл да Алла қаласа 2026-та тағы да біз Аламан құрақ жобасынан барғалы отырмыз. Оның да көрпешесінің дизайны шықты. Алла қаласа алда көретін боласыздар. Және мен жүнмен де айналысамын. Жамбыл облысы бойынша Тараз қаласында бізде жүн өндіріледі. Сол жүннен біз осындай табиғи жібек матаға осындай жүнді иіп басамыз. Осындай жұмыстармен де айналысамыз. Жаздық керемет жұқа не? Жакет, кофта. Жакет. Накидканы қазақша қалады. Көкірекше. Көйлектердің сыртынан киіп кете берсе де болады. Қазақша стильде, қазақ оюларыменен. Мынау менің өз қолымнан шығарған туындым. Түс киіз деп аталады. Бұл жерде 4 құбылаң тең болсын деген мағынада 4 бұрышында 4 құрақпенен жасалынған, тігілген махаббат әлемі деп аталынады. Өйткені бізді ортадағының барлығы керемет жаратылған нәрселер, соны бізді махаббат қоршап тұр деген мағынада тігілген. Шиғырақ төрт құбылаң тең болсын деген мағынада бірден. Бұның да мағынасы өте керемет. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Сол жаңа жылға арналған менде осы топтама дүниеге келді. Жаңа жылдық шырша. Бұл жерде құрақпенен ойыншықтарын безендірілген болатынбыз. Мінекей көріп, бағаларыңызды беріңіздер. Атлас па? Не ма? Парча. Бұл жерде әртүрлі мата. Керемет. Өлшемі қанша? 1,5-2. Көрпеше ғой, көрпе ғой жамылатын. Как бы жамылатын көрпеше де болады, бірақ мен түс киіз ретінде қоям. Түс киіз. Балаларға покрыва жаңағы жамылып істеп берсе де болады бұны.